уәжімді айтайын. Мен Әміржан Қосановтың баяндамаларын, интервьюларын көріп келе жатқаныма 10 жыл болды. Сырттай бақылап келе жатқаныма 10 жыл болды. Сондықтан Жаңаөзенде жер жайлы көтеріліс болды. Кез келген уақытта осы дос көшім Әміржан Қосанов жерде, ол жерде Ержан Тұрғынбай болған жоқ. Мен неге оларға сеніп отырмын? Екіншісі, сіз айтып отырсыз, тәжірибесі жоқ адам, анау мынау деп. Мен сіздің де тәжірибеңізді білмеймін. Мен бір нәрсені білем. Атамыз Абылай түйе бағып жүріп ақ келіп, бүкіл 300-дің басын қосалды. Кешегі ешкім болмаған, кішкентай гарняк болған, аннан-мұннан қара жұмыс істеп жүрген Димаш Ахметович Қонаев біздің қазақтың еңсесін көтерген адам болды. Бұл жерде тәжірибеден емес, елді сүю білімнен емес, мінезден деп атамыз Әлихан айтқан. Сондықтан Ержан аға, егер мен қателесті деп танысаңыз, жақсы, бәлкім мен қателесіп жүрген шығармын. Ертең мен осы қателігім өзім маңдайыма тиіп жатса, мен сізге де барып, Ержан аға, сіз дұрыс айтыпсыз, мен қателесіппін деуден арыланбаймын. Бірақ қазір мен өзімді қателесіп отырмын деп ойламаймын. Мынау себебі менің науқан осы бір мүмкіншілік. Ертең бір айға болсын Нұр Отанға билік қайттан өтіп кететін болса, онда бітті дей беріңіз қазақтың болашағы. Сондықтан ертең істейміз, бүрсігін істеймізден гөрі Абайдың бір ауыз сөзі, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Кеше Кенесары көтерілгенде неге тәуелсіздік ала алмады? Орыстың мықтылығынан ба? Жоқ, Махамбет пен Исатай болған жоқ, қасында олар бөлек соғысып жүрді. Алаш көсемдер неге азаттық ала алмады? Орыстың мықтылығынан ба? Жоқ, Әлихан мен Мұстафа Шоқай сыйыса алмады бір-бірінен. Сонан кейін біреу шетелге кетті, біреу түрмеге кетті. Міне осындай қитұрқы жағдай бүкіл тарих көз алдымызға әкеп тұр Ержан аға. Бүгін мын жаққа шығайық, ертең сізді қолдайық егер мынадан нәтиже шықпаса. Бірақ көргеннен көңіл қалса да бірдеңе істеп көру керек қой бізге. Сіз қазір отырсыз, мен бір-ақ жыл болып пайда болғаныңызға, мен бүкіл Назарбаевты әшкереледім, мен сөйттім, мен бүйттім деп. Мен қайдан білем, сіздің кім екеніңізді де білмеймін, сұрағанда жоқпын кім деп. Әйтеуір бір қазақ қой деп, әр қазақ менің жалғызым деп Сабырада айтқандай, менің ұраным сол аға. Сондықтан сізден де өтінетінім, басқасынан да бүкіл, егер ағат кеткен жеріміз болса, осы 9-на дейін кішкене жинала тұрайықшы. 2-ақ күн қалды. Қазір елдің назарын ан жаққа, мын жаққа аудармай-ақ қояйықшы. Мыңда бір дәлел бар. Өзіңіз айттыңыз, жаңа мен айтысып үйренген адамсың ғой деп. Иә, мен айтысып үйренген адаммын. Сіз де айтып отырсыз, мені осы саясатқа кіріспейтін едім, мәжбүр болдым, өз-өзімді қамшыладым деп. Дәл солай мен де ағайын туысымның үйсіз күйсіз тентіреп жүргеннен көргеннен кейін мен де өз-өзімді қамшылап, осыларға енді беретін адам жоқ. Ең болмаса мына үкіметтің алдында құнын бұлдап берейінші деп мен де ұмтылып отырмын соған. Сондықтан Ержан аға, ешқандай бір-бірімізге қатты сөйлеуден, ойбай мынау коммунист, анау комсомол дейсіз. Не сонда кезіндегі ана балташ ағалар коммунист болған жоқ па? Сіздер комсомол болған жоқсыздар ма жас кездеріңізде? Октябренокта болдыңыздар. Саясат солай болды, заман солай болды аға. Сондықтан біреу анау болды, біреу мынау болды деген жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның жақсы сөзі бар аға. Қайдан келе жатсың деп сұрамайды дейді, қайда бара жатсың деп сұрайды деп. Біздің ниетіміз қайда бара жатыр, соны дұрыс жаққа бағыттайықшы деген өтініш қана аға менде. Егер ағат кеткен бірдеңе болатын болса, онда кешіріңіздер, айып етпеңіздер. Бірақ маған сен мынаны білмейсің, мынаған кіріспе деп айтпай қойыңыздар. Мен кіріссем өзім басым үшін, мүддем үшін кіріспеймін. Айналамдағы ешкім үндемей жатқаннан кейін кірісіп жатырмын. Сондықтан Ержан аға, танысқаныма қуаныштымын, дидарласқаныма қуаныштымын сізбен. Мен де сізге сенем, сізді ешқандай жау деп, не болмаса былай ойламаймын. Жаңа айтып отырмын ғой, сіздің логикаңыз солай екен деп. Менің логикамда ондай жоқ, мен барлығыңызды жақсы көрем. Мен қала берді, осы үкіметте отырғандарға да бәріне жаным ашиды. Бейшаралар амалсыздан отырған шығар деп. Сондықтан аға, қазір бір-бірімізді талайтын заман емес, бір-бірімізді қорғайтын, қолдайтын заман ғой. Мұқағалидың жақсы сөзі бар. Жақпар жартастар, құдайсыңдар, себебі сендер міне былайсыңдар. Беттеріңнен жосқанда алай сулар, тәкаппар сұлулықты сақтау үшін тәкаппар қорлықтарға шыдайсыңдар дейді. Қорлықтың бәріне шыдап осы бүкіл бір-бірімізге деген амбициямызды мына жаққа ысырып тастайықшы. бір 2 күн, 3-ақ күн қалды міне аға. Бірігейікші. Осы сайлауды көрейік, болмаса сіздің жолыңызбен жүреміз аға. Көп рахмет, мен танысқаныма қуаныштымын сізбен. Жақсы.